өттің ағзадан толықтай ағып шықпауы салдарынан өт ағымы бұзылған жағдайда бауыр мен өт жолдарының қызметі тежеліп, бірқатар патологиялық өзгерістерге алып келеді. Клиникалық тұрғыдан алып қарағанда, өттің ағымының бұзылуы, яғни холестаз, келесі өзгерістермен сипатталады. Ең бірінші, ас қорыту жүйесінің бұзылыстары. Өт астың ішінде болатын майларды ыдыратуға, яғни эмульгация процесіне тікелей қатысады. Егерде өт жетіспесе, майлы асты қорыту қиындайды. Іш кебеді, майлы нәжіс, сіретерия байқалады. Іштің өтуі немесе тұрақты түрде іш қату орындалуы мүмкін. Өт бізде ұйқы безбен тікелей байланысты болғандықтан ұйқы безінде қызметінің бұзылысына алып келеді. Екінші, майда еритін витаминдер А, Д, Е, К сіңуінің бұзылады. Яғни май дұрыс ерімегендіктен витаминдердің сіңуі бұзылғандықтан бұл гиповитаминозға алып келеді. Егерде А дәрумен дұрыс жетіспеу салдарынан болса, көру қызметі нашарлайды. Д витамин жетіспесе, өздеріңіз білесіздер, Д витамин ағза үшін қандай маңыздылығы бар екенін. Ол кезде сүйек жүйесінің әлсіреуі остеопороздарға алып келеді. Яғни тағы да қосымша түрде Д витамині туралы ссылка қалдырып кетемін, сол жерден толық көре аласыздар. Е витамин жетіспеу салдарын терінің, бұлшық ет тіндерінің әлсіреуі және де жыныс жүйесі бойынша матканың тонустардың бұлшық теріде төмендейді. К витамині, яғни қанның ұюы бұзылады, қан кету қаупін арттыру мүмкін. Үшіншіден, тері мен көздің сарғаюы, яғни гипербилирубинемия деп аталады. Билирубиннің деңгейі жоғарылауы. Өт сыртқа шықпаған жағдайда билирубин қайынға қайта сіңеді, билирубин деңгейі жоғары болғандықтан тері мен көздің сарғаюы орын алады. Төртіншіден, денедегі қышынулар. Қандағы өт қышқылдары жиналған кезде терінің астындағы жүйке тіндерінің жүйке ұштарын тітіркендіру салдарынан қатты қышынуға алып келеді, әсіресе түнгі уақытта күшейеді. Бесіншіден, интоксикация мен жалпы әлсіздікке алып келеді. Өтпен бірге шығуы тиіс токсиндер ағзада жиналады, интоксикациялық синдром туғызады, бас айналу, ашушаңдық, тәбетсіздік, әлсіздік пайда болады. Және де ағзадағы токсиндер шығып отырады деп айттық қой. Сол себепті де менструациялық кезінде де әйел адамдардағы қатты ауырсыну осы өтпен бірге токсиндердің шықпауы салдарынан болады. Келесі себеп бұл өттегі тас түзілуіне, қабыну процестеріне алып келеді. Өт тоқтап қалғандықтан өт қоюлана беріп, тас түзілуіне, холелитиазға алып келеді. Бұл өз кезегінде өт қабының қабынуына, яғни холециститке, өт жолдарының қабынуына, холангитке, тіпті бауырдың өзінің қабынып фиброзға дейін алып бара алатындығы анықталған.